Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бірінші видеоны көрместен бұрын лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін менің каналымда қызыл барқыт торты дайындаймыз. Алдымен бізге керекті заттар: жұмыртқа, қант, айран, сұйық май, ұн, разрыхитель, сода және тағамға қосатын краситель. Рет-ретімен алдымен жұмыртқа мен қантымызды алып, жақсылап миксерлеп аламыз. Жұмыртқада, айранда барлығы бөлме температурасында болған дұрыс. Содан кейін үстіне айранымызды, сұйық майымызды кезек-кезек қосып, тағы да миксерлеп аламыз. Міндетті түрде ұнға және разрыхительді бірге қосып араластырамыз алдымен. Бірақ онда разрыхительді ситадан өткізілгені дұрыс. Сол кезде корждарыңыз үлпілдек және әдем болып көтерілетін болады. Соңына таман сода және түс беретін краситель яғни қосамыз. Жақсылап араластырып, бірдей етіп 4 бөлікке бөлеміз. 3 бөлігі корж болса, 1 бөлігі мен бетіне себетін, яғни коржды үгітіп себетін бөлігі ретінде алдым. Егерде сіз 3 бөлікке ғана бөлсеңіз, корждарыңыз кәдімгідей үлкендеу, әдем болып шығатын болады. Осындай 4 ыдысқа бірдей етіп бөліп алдым. Енді осы бірдей етіп бөлінген корждарымызды жеке-жеке 10 минутқа 200 градуста пісіріп аламыз. Менікі осындай форма, астын фольгамен ұстаттым. Құймастан бұрын міндетті түрде фольганы жабыстырғаннан кейін листіңіздің үстіне қойып барып құйыңыз, сол кезде асты жылжымайды. Енді корждар піскенше біз крем дайындаймыз. Творожный сыр және 33% сливки және сахарный пудра. Бірінші творожный сырымызды жақсылап миксерлеп, үстіне сахарный пудрамызды қосып, тағы да миксерлеп, оған үстіне сливкимізді құйып, жақсылап миксерлейміз. Міндетті түрде сливки да, творожный сыр да, тіпті ыдысыңызда барлығы холодильниктен шыққан, яғни салқын болуы тиіс. Сол кезде креміңіз әдем болып шығатын болады. Крем бізде осындай формадан, яғни ыдыстан түспейтіндей болған кезде дайын деген сөз. Мінекей бізде корждарымыз дайын. 4 бөлікке бөлгендіктен менде осындай қалыңдықта болды. Асты сырғып кетпеш үшін міндетті түрде крем жағамыз 1 қасық. Әр коржымызды қойғаннан кейін міндетті түрде кондитерлік мешокпен кремдерімізді құйып шығамыз.
4-ші коржманы үгітіп үстіне септім. Өз қалауларыңыз бойынша сәндеуге болады. Өте дәмді торттардың бірі. Жасап көріңіздер, осы рецептпен өте күшті болып шығады. Және каналға тіркелуді ұмытпаңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Және де менің каналымда көптеген видео рецепттер бар. Сіздермен болған Айжан Ерболатқызы. Басқа да видеоларымды көруге кеңес берем.